Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Менің қасымда Асанбек Шынбергенов. Енді Асеке, қош келдіңіз. Шығыс Қазақстанға, Өскеменге. Бүгін міне сұхбатымыз. Енді осы уақытқа дейін сізге көптеген құттықтаулар айтылды, Ташкент жайлы көп жерде сұхбат бердіңіздер. Енді осы алдыңғы жоспарыңызбен бөлісе отырсаңыз. Енді алда Алла қаласа Азия ойындары болады. Олимпиада ойындарына іріктеу кезеңі болады. Соны тыңғылық дайындалып, лицензия алып, Құдай қаласа Олимпиадаға дайындаламыз. Қазіргі таңда сіздер сапармен жүрсіздер, біздің қаламызда, Өскеменде. Құдай қаласа қашан бастайсыздар осы жаттығуларыңызды? Қай уақытта? Енді ауылға бара салып бастаймыз жаттығуды бір мезгіл. Одан кейін 12-сі Алла қаласа сбор басталады. Елорда кап турнирінің алдына, соны дайындаламыз тыңғылықта. Өзіңіз ошол Казспорт арнасынан берген подкастта айтқан екенсіз, қашан боксты қояды деген кезде Майк Тайсон сөзі бар ғой, жастар айтады деп. Сіздің салмағыңызда, жалпы Қазақстанда бәсеке қандай өзіңіздің салмағыңызда? Енді жастар өсіп келатыр, жақсы балдар бар, Құдай қаласа. Енді әлі мен қояным деген жоспар жоқ. Әлі боксасам. Енді осы қаншама тілекші, сізді көре алмағандар бар, осы қаламызда, басқа қалаларда сізбен фотоға түсетін жастар да бар. Енді барша тілекші, бүкіл Қазақстан бәріміз тілекші болдық осы әлем чемпионатында. Соларға деген өзіңіздің ыстық лебізіңізді, тілегіңізді білдіріп қойсаңыз. Ал бізге жанкүйер болған барша қазақстандықтарға үлкен алғыс білдіремін. Біз оны сездік. Ташкент қаласында да, аренада болды. Біраз жанкүйерлер, бәріне шексіз алғыс білдіремін. Тек қана жеңіс күндерде жолығайық. Бәрекелді, рахмет. Жақсы. Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Менің қасымда Нұрбек Оралбай бауырымыз, Санжар Ташкенбай жігіттер. Біріншіден сіздерге көп рахмет, уақыттарыңызды бөліп. Біз енді уақыттығыз, сондықтан да құрметті біріншіден құттықтаймыз. Енді осы уақытқа дейін қанша сұхбат бердіңіздер, көп жерде айттыңыздар, енді көп жерде Ташкент туралы айтылды. Енді мен қоятын сұрағым, алдыңғы жоспар, қазір Құдай қаласа қандай жоспарларыңыз бар, бұйырса? Енді алдыңғы жоспарымыз қазір Олимпиада лицензия алу, Азия ойындары қыркүйек айында болады. Одан кейін енді келесі жылы Парижде Олимпиада, Алла қаласа. Жоспарымыз сол, енді еңбек етеміз, бастамасы осымен тоқтамау керек, қазақ елін қайттан қуанту керек, Алла қаласа. Қазір біз осы сұхбатымыз Өскемен қаласында жүріп жатыр. Сәке, өзіңізге сұрақ. Мына жерде екеуіңізге бірдей сұрақ. Осы екеуіңіз сұхбат алар кезде мен жеке Инстаграм парақшамда барлық сұрап жатыр. Отбасылық, жеке басқа қатысты сұрақ. Үйленген бе деген сияқты. Сол жағында қызы бар ма деген секілді. Алла қаласа ойда бар негізі үйлену, иншалла. Ол жағын дұрыстап үйдегілермен ақылдасып шешеміз, хабарын айтамыз ғой. Санжар Ташкенбайдың несіндегі қандай қыз ұнайды сізге? Сипаттамаңыз. Енді қарапайым, өзіміздің қазақтың қызы ұнайды, өзіміздің тәрбиелі, ер кісіні сыйлау білетін, әрдайым өзінің орнын білетін. Сол енді алда ой бар енді үйлену, Алла қаласа. Иманды қыз, Алла қаласа, жақсы қыз насіп етсін. Алладан қайырлы әйел сұрап жүрміз. Мен көресіздер, Алла қаласа, соналықтар болады алда. Енді жалпы сәкесінің жеке салмағыңызда жалпы бәсеке қандай Қазақстанда өзіңіз? Салмағымда қазір 48-де бәсеке өте жоғары. Енді 51-ге ауысқан соң 51-де өзіміздің ағамыз, Сәкен ағамыз бар, Бибосын. Сол ағамыз бар, үлкен тәжірибелі. Алла қаласа сол салмақта бақ сынасатын боламыз. Демек сол салмаққа ауысасың, Алла қаласа, жаймен деп. Нұреке, өзіңіз енді мынау бүкіл ел құттықтап, бүкіл осы мына Өскемен қаласына, Шығыс Қазақстанға жүрдіңіздер, 2-3 күн болды. Сіздермен келісе алмаған жандар бар, тілекші болған жандар бар, соларға деген бір ауыз тілектеріңіз болса? Алла разы болсын, осы Өскеменге қонақ болып келіп қалдық. Үлкен күшті күтіп алды ағаларымыз. Бағанада халықтармен кездестік. Енді келісе алмаған кісілер енді Алла қаласа тағы да келеміз. Енді Олимпиада ойындарына келсек, Алла қаласа обязательно сіздермен кездесеміз. Рахмет баршаңызға. Алла разы болсын. Құдай қаласа Олимпиада ойында чемпион болып, дұрыстап бір толыққан сұхбат алуға Алла нәсіп етсін. Енді жалпы өзім Инстаграм парақшаңды қолданатынын білеміз. TikTokта жоқсыздар, басқа әлеуметтік желілерде? TikTokта өзім бар. Өзіңіз отырасыз, TikTokта. Жақсы. Жақсы жігіттер, жолы болсын, көп рахмет сіздерге. Алла разы болсын.